Қайырлы күн. Абрикостан джемді дайындаймыз. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Өтті керемет дәмді. 1 килограмм абрикосқа 3 килограмм абрикосқа 3 килограмм қант қостым. Мені осылайынан араластырып бетін жауып отырдым. Мені суы шықты 3 сағаттан кейін. Ойбай. Мені осылай үстіне қант салдым да қаспен араластырып 3 сағатқа қойдым. Мені суы шықты. Осылай суы шығады. Сосын кейін асын отқа қайнатамыз, көпігін алмаймыз. Осылай қайнатып 15-20 минут араластырып отырамыз, түбін үстіне қаратып. Қанты ериді. Содан кейін осылай күшті болып шығады. 5-10 минутқа өшіріп қайта қосамыз қазір. Сосын бұны бірінші езіп алып, сосын қант қосса да болады, бірақ та осылайынан қайнатқан кезде қантпен бірге араластырып қайнатқан дұрыс. Қант бәрі жақсы еріп, жақсы болып шығады. Мен қант қосып, осылайынан қантпен бірге қайнаттым. Содан кейін барып блендермен ездім. Дәл видеодағыдай істесеңіздер, өте керемет болып шығады. Бұл джемді пирог сондайларға қосып істесеңіздер болады. Пирогқа өте дәмді болады. Осылайынан жақсылап екінші рет қайнатып алдым. Енді міне осылайынан езіп отырдым. Абрикос осылайынан блендермен езіп варенье қып істесеңіздер де болады. Варенье қып турап кесек-кесек қып істейтін болсаңыздар, онда қаттылауынан солай аласыздар. Мен жұмсаған сондайын алып, езетін болған соң жұмсағынан алдым. Әбден піскен. Міне осылай болып шықты. Менде 6 литр шықты ровно. Осылай ыстықта езіп аламыз да блендермен. Банкаларымызды жақсылап жуып, стерилизовать етіп банкімізге құямыз. Осылай әдемі болып шықты. Дәмі де өте тамаша. Осылайынан банкімізге құямыз. Осылайынан құямыз. Осылай ыдыс ыңғайлы жан-жағына төгіліп тамып кетпейді. Осылайынан банкымызды айналдырып жабамыз. Қыста жеуге, подвалдарыңыз болса өте керемет болады сақтауға. Мына осылай банкаларымыз шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар.